Не деген шакал едіңдер бар ғой сендер, бар ғой, кәдімгі. Тек қараңғыдан крысалар құсап ат шықтыңдар ғой, тек Ринатқа жабысып бәрің бар ғой. Сен дәлелдеп бер, сен бүйт сөйт деп бар ғой, шакал екенсіңдер таза бар ғой. Сол Ринат сияқты бар ғой, Назарбаевтың кезінде неге сөйлемедіңдер, а? Биттеріне неге жақпадыңдар? А? Ашы шындық неге айтпадыңдар? Тек 80% жайлы айтып еді, кәдімгі бар ғой, бәрің шықтыңдар ғой, бүкіл әлеуметтік жерім бәрі Ринатты жамандау. Көкелер, сендер деген бірінші Ринат сияқты болып алыңыздаршы, а? Шакал құсап бәрің жабыспай Ринатқа. Халықтың жанайқайын сендер айтып көрдіңдер ме? Нұртас Адамбай, сен өзің бірдеңе істеп көрдің бе? А? Тек сериалыңнан басқа дым істеген жоқсың ғой сен. Не халықтың жанайқайын айтып көрдің бе сен? Сол жоғарға барып сөйлеп көрші сен, біріншіден. Қанша сендерлерді жер қылып бар ғой, айтыскерлерді. Солардың бәрің шықтыңдар ма енді? Крысалар бар ғой. Сол Ринаттың бар ғой, тырнағынан да тұрмайсыңдар мен сендерге. Биттерің айтайын. Адам бір қателесіп кеткенде. Жеп өтсіңдер бәрі. Сол жоғарда билікте отырған адамдардың сөйлеп отқанның бірі ғой осы деген халықтың мұңын айтып. Сендер бірдеңе айтып өтсіңдер ма? Сендер бір тақырып қозғап отырсыңдар ма, проблеманы? Дым қозғап отқан жоқсыңдар, үйде отырсыңдар ғой. Даже интернетке шығып, просто видео түсіріп те айта алмай отырсыңдар ғой. Енді не болды мен Ринат қателесіп кеткеніне? Датоу андай қылып айтатындай причина ма не? Балтуынсың сен, мынандайсың деп. Сен қандайсың? Әр қазағым жалғызым дегендерің қайда? Не болды енді? Қателесіп кетті деп жерден алып жерге салу керек па? Бүкіл интернет шулап отыр ғой сол Ринатқа қарсы. Сендер аға ретінде керісінше үлгі көрсету керек едіңдер. Сендер айту керек едіңдер. Бауырлар, сабырға келейік. Осы Ринат ағамыз жанайқайымызды айтып жүр ғой елдің деп. Қателесіп кетті. Болады ондай деп. Бірақ бәріміз қазір Ринатты қолдау керекпіз деп. Керісінше айту керекпіз деп, ақыл айту керекпіз деп. Ринат, сен қателесіп кеттің. Осылай деп. Сендер қазір шакал құсап бәрің жабысып жатсыңдар. Кет, депутаттан кет деп. Кетсең не істейсің? Кім айтады халықтың жанайқайын? Сен айтасың ба шығып? Сендер айтпайсыңдар ғой, вот именно. Так что, халқым, алданбаңыздар ондайға. Ринат ағамыз, ол қателіктер жасап жатыр, болады пенде бәрі бұл өмірде. Бірақ шынайына келгенде, сол Ринат ағамыз сияқты ешбіреу айтып отқан жоқ қазір халықтың мұңын, халықтың жанайқайын. Сондықтан менің ойымша, менің жеке ойымша, Ринат ағамызды қазір қолдау керек. Айтыстағыдай абастан өтіп тұрыңыз ғой. Ринат мырза, жаңа сіз айттыңыз ғой, бүкіл есептепсіз, екі әке мен шешесін, 5 адам жалпы шығынды. Сонда сіз әділетсіз деп отырғаныңыз, бұл жерде ең төменгі айлық бізде өте төмен деп тұрсыз ғой. Мен бұны президент тапсырмасын орындауға қасақана жасалып отырмын деп ойлаймын. Өйткені бізде президент әр жолдау сайын кедейлікпен күресу керек. Жаңағы менің келтірген мысалым, бұл сіңірі шыққан кедей отбасы болып есептелінбейді министрліктің санағында. Бұл орташа табысы бар отбасы. Ал кедейлікте шегінен төмен тұратын отбасылардың жағдайы не болып жатыр? Басқасы не болып жатыр? Сондықтан біз осылай айтуға мәжбүр болдық. Мен өткен жолы жаңағы Светлана Жакупова ханымға да өзіне де қойған бұл сұрақты. Сол кезде маған министр айтқан, мен сіздің айтқаныңызбен келіспеймін, 85 мың теңге жетпейді дегеніңізге деді. Мен сол үшін әдейі арнайы есептеп, бір емес бірнеше депутаттар отырып есептеп келе осындай нәтижені шығарып бердік. Енді сіздіңше ең төменгі жалақы қандай көлемде болу керек? Есептесін министрліктер. Меніңше 300 мың болу керек. Мемлекеттік бюджет оны көтере алады деп ойлайсыз ба? Қалай көтере алмайды? Сіз ұлттық компаниялардың орынбасарлары, басшылары жылына қанша премия алатынын білесіз ба? Жүздеген миллионда болады. Неге соны ретке келтірмейді? Яғни соның есебінен көтеруге болады деп есептейсіз? Мен түрлі жол тауып беремін, ненің есебінен көтеруге болады. Мен ғана емес, бүкіл депутаттар тауып береді. Жалпы мемлекеттің тағы қандай шығынын қысқарту керек деп ойлайсыз өзіңіз? Мемлекеттің шығынын қысқарту емес, бұл тек сандарды ойнату. Қызметкерлердің санаты деген өздерінің саналары бар, қатарлары. Соның рұқсат етілген межелері. Соны ретке келтірсе, бұл өзінен өзі шешілетін сұрақ. Ақыры қымбатшылықпен күресе алмасақ, біз халықтың табысын қалпына қойып беруіміз керек. Ринат мырза, біз бағанадан бері жолдау бойынша күтіп тұрмыз. Не деген шакал едіңдер бар ғой сендер, бар ғой, кәдімгі. Тек қараңғыдан крысалар құсап ат шықтыңдар ғой, тек Ринатқа жабысып бәрің бар ғой. Сен дәлелдеп бер, сен бүйт сөйт деп бар ғой, шакал екенсіңдер таза бар ғой. Сол Ринат сияқты бар ғой, Назарбаевтың кезінде неге сөйлемедіңдер? Биттеріне неге жақпадыңдар? Ашы шындық неге айтпадыңдар?
тек 80% жайлы айтып еді, кәдімгі бар ғой, бәрің шықтыңдар ғой, бүкіл әлеуметтік жерін бәрі Ринатты жамандау. Көкелер, сендер деген бірінші Ринат сияқты болып алыңыздаршы. Шакал құсап бәрің жабыспай Ринатқа. Халықтың жан айқайын сендер айтып көрдіңдер ме? Нұртас Адамбай, сен өзің бірдеңе істеп көрдің бе? Тек сериалыңнан басқа дым істеген жоқсың ғой сен. Не халықтың жан айқайын айтып көрдің бе сен? Сол жоғарға барып сөйлеп көрші сен, біріншіден. Қанша сендерлерді, жер қылып бар ғой, айтыскерлерді. Солардың бәрің шықтыңдар ма енді? Крысалар бар ғой. Сол Ринаттың бар ғой, тырнағынан да тұрмайсыңдар мен сендерге. Биттерің айтайын. Адам бір қателесіп кеткенде. Жеп жатсыңдар бәрі. Сол жоғарда билікте отырған адамдардың сөйлеп отқанның бірі ғой осы деген халықтың мұңын айтып. Сендер бірдеңе айтып жатсыңдар ма? Сендер бір тақырып қозғап жатсыңдар ма, проблеманы? Дым қозғап отқан жоқсыңдар, үйде отсыңдар ғой. Даже интернетке шығып, просто видео түсіріп те айта алмай отсыңдар ғой. Енді не болды, Ринат қателесіп кеткенде? Датоу андай қылып айтатындай причина ма не? Балтуынсың сен, мынандайсың деп. Сен қандайсың? Әр қазағым жалғызым дегендерің қайда? Не болды енді? Қателесіп кетті деп жерден алып жерге салу керек па? Бүкіл интернет шулап отыр ғой сол Ринатқа қарсы. Сендер аға ретінде керісінше үлгі көрсету керек едіңдер. Сендер айту керек едіңдер. Бауырлар, сабырға келейік. Осы Ринат ағамыз жан айқайымызды айтып жүр ғой елдің деп. Қателесіп кетті. Болады ондай деп. Бірақ бәріміз қазір Ринатты қолдау керекпіз деп. Керісінше айту керекпіз деп, ақыл айту керекпіз деп. Ринат, сен қателесіп кеттің. Осылай деп. Сендер қазір шакал құсап бәрің жабысып жатсыңдар. Кет, депутаттан кетті. Кетсен не істейсің? Кім айтады халықтың жан айқайын? Сен айтасың ба шығып? Сендер айтпайсыңдар ғой, вот именно. Так что, халқым, алданбаңыздар ондайға. Ринат ағамыз, ол қателіктер жасап жатыр, болады пенде бәрі бұл өмірде. Бірақ шынайына келгенде, сол Ринат ағамыз сияқты ешбіреу айтып отқан жоқ қазір халықтың мұңын, халықтың жан айқайын. Сондықтан менің ойымша, менің жеке ойымша, Ринат ағамызды қазір қолдау керек. Не деген шакал едіңдер бар ғой, сендер бар ғой, кәдімгі. Тек қараңғыдан крысалар құсап ат шықтыңдар ғой, тек Ринатқа жабысып бәрің бар ғой. Сен дәлелдеп бер, сен бүйт сөйт деп бар ғой, шакал екенсіңдер таза бар ғой. Сол Ринат сияқты бар ғой, Назарбаевтың кезінде неге сөйлемедіңдер? Биттеріне неге жақпадыңдар? Ашы шындық неге айтпадыңдар? Тек 80% жайлы айтып еді, кәдімгі бар ғой, бәрің шықтыңдар ғой, бүкіл әлеуметтік жерін бәрі Ринатты жамандау. Көкелер, сендер деген бірінші Ринат сияқты болып алыңыздаршы. Шакал құсап бәрің жабыспай Ринатқа. Халықтың жан айқайын сендер айтып көрдіңдер ме? Нұртас Адамбай, сен өзің бірдеңе істеп көрдің бе? Тек сериалыңнан басқа дым істеген жоқсың ғой сен. Не халықтың жан айқайын айтып көрдің бе сен? Сол жоғарға барып сөйлеп көрші сен, біріншіден. Қанша сендерлерді, жер қылып бар ғой, айтыскерлерді. Солардың бәрің шықтыңдар ма енді? Крысалар бар ғой. Сол Ринаттың бар ғой, тырнағынан да тұрмайсыңдар мен сендерге. Биттерің айтайын. Адам бір қателесіп кеткенде. Жеп жатсыңдар бәрі. Сол жоғарда билікте отырған адамдардың сөйлеп отқанның бірі ғой осы деген халықтың мұңын айтып. Сендер бірдеңе айтып жатсыңдар ма? Сендер бір тақырып қозғап жатсыңдар ма, проблеманы? Дым қозғап отқан жоқсыңдар, үйде отсыңдар ғой. Даже интернетке шығып, просто видео түсіріп те айта алмай отсыңдар ғой. Енді не болды, Ринат қателесіп кеткенде? Датоу андай қылып айтатындай причина ма не? Балтуынсың сен, мынандайсың деп. Сен қандайсың? Әр қазағым жалғызым дегендерің қайда? Не болды енді? Қателесіп кетті деп жерден алып жерге салу керек па? Бүкіл интернет шулап отыр ғой сол Ринатқа қарсы. Сендер аға ретінде керісінше үлгі көрсету керек едіңдер. Сендер айту керек едіңдер. Бауырлар, сабырға келейік. Осы Ринат ағамыз жан айқайымызды айтып жүр ғой елдің деп. Қателесіп кетті. Болады ондай деп. Бірақ бәріміз қазір Ринатты қолдау керекпіз деп. Керісінше айту керекпіз деп, ақыл айту керекпіз деп. Ринат, сен қателесіп кеттің. Осылай деп. Сендер қазір шакал құсап бәрің жабысып жатсыңдар. Кет, депутаттан кетті. Кетсен не істейсің? Кім айтады халықтың жан айқайын? Сен айтасың ба шығып? Сендер айтпайсыңдар ғой, вот именно. Так что, халқым, алданбаңыздар ондайға. Ринат ағамыз, ол қателіктер жасап жатыр, болады пенде бәрі бұл өмірде. Бірақ шынайына келгенде, сол Ринат ағамыз сияқты ешбіреу айтып отқан жоқ қазір халықтың мұңын, халықтың жан айқайын. Сондықтан менің ойымша, менің жеке ойымша,
Ренат ағамызды қазір қолдау керек.